Сәлем балақай. Бүгін сенмен «л» дыбысының сөздің ортасында кездесуімен таныспақпыз. Өзің білетіндей, алдыңғы сабақтарда «л» дыбысын айту үшін есіңе түсіріп өтейін. Тілімізді жоғарғы тістің арт жағына көтереміз. Кәне, «л», «л», «л». Жарайсың, балақай. Біз сенмен алдымен әдеттегідей артикуляциялық жаттығуларымызды жасап алайық. Кәне, айнаңдала ғой, артикуляциялық жаттығуларды жасайық. Балақай, артикуляциялық жаттығуды біз әдеттегідей ертегі түрінде жасайық. Кәне, бастайық. Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, ертеде бір тіл болыпты. Тіл кішкентай үйшікте өмір сүріпті. Үйшік қалай аталады екен? Дұрыс айтасың, ауыз. Тіл ерте тұрып, сыртқа шығыпты. Содан кейін тіл кесеге шай құйыпты. Кесеге шай құйып, ол шайды тәтті тосаппен ішіпті. Тәтті тосап ерінің жан-жағына жағылып қалған соң, барлық төсекті жалап жеп қойыпты. Жарайсың. Содан кейін ол сыртқа шықса, алыстан бір қайықты көріпті. Оны ол кемеге қайықты көріп, қарап тұрса, желкені бар екен. Содан кейін жақындап қараса, ол қайық емес, оған елес болып көрініпті. Сөйтіп, ол саңырауқұлақ теруге барыпты. Саңырауқұлақ теріп жүріп, кішкентай баян тауып алыпты. Содан кейін ол есіктің алдындағы әткеншегіне отырып, әрбер тербеліпті. Жарайсың, балақай. Міне, осындай жаттығуларды сен ішіңнен 10-15 рет санап, үнемі жасап, дағдыланып жүр. Ал енді, балақай, сабағымызға көшейік. Кәне, екеуміз бірге «л» дыбысының ортасында кездесуіне байланысты буындарды бірге айтайық. Кәне, мен айтамын, сен қайтала. Алло. Алло. Аллы. Аллы. Дла. Длы. Дло. Длу. Длы. Сла. Слу. Сла. Сла. Сло. Жарайсың, балақай. Сен менімен бірге бірнеше буындарды қайталады деген ойдамын. Балақай, «л» дыбысы сөздің ортасында кездесетін сөздермен танысып айтайық. Кәне, біз ол сөздерді білеміз, я? Күнделікті өмірде қолданатын сөздерді айтайық. Кәне, алма, алқа, аққала, балық, балапан,
бала, жылан, жұлдыз, түлкі, шалқан, қалам. Жарайсың, балақай. Міне, сен л дыбысы бар сөздерді дұрыс айтты деген ойдамын. Балақай, сенмен бірге қазір кішкене сергіп алайық. Бұл өлең жолдарын сен кішкентай кезіңнен балабақшадан білесің деген ойдамын. Кәне бастайық. Бала, бала, балақай, қане қайсы алақан, саусақтарың әйбет, былай ойнап. Топ, 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 топ басайық, жалаудан күн жасайық, жаса, жаса жарқын күн, жаса, жаса алтын күн. Жарайсың, балақай. Балақай, бұл өлең жолдарында да л дыбысы балақай, алақан, алтын күн деген сөздерде сөздің ортасында кездесті. Байқадың ба? Сен бұл кішкентай кезіңдегі өлеңді қайталап, көңіліңді көтеріп жүр. Балақай, әр бала қазақ отбасында әсіресе өмірге келгеннен бастап әлди әнімен өсіп келе жатыр. Әлди деген кезде әл, л дыбысы сөздің ортасында кездеседі екен. Осы ән барлық балаға ұнайды деген ойдамын. Сол себептен осы әннің бір шумағын немесе екі шумағын бірге айтып дағдыланайық. Л дыбысын дұрыс айтуға әннің де өзінің бір жақсы көмегі тиеді деген ойдамын. Балақай, осымен біздің сабағымыз аяқталып келеді. Біз бүгін сенімен л дыбысының сөздің ортасында кездесуімен таныстық. Осы жаңа сабақта айтқан әлди әнін жаттап, анаңмен бірге үнемі айтып жүр. Бұл сенің өміріңде керек әндердің біреуі екен. Сау бол, балақай. Келесі сабақта кездескенше.